сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге пайдалы канал. Бүгін біз ауаның ластануы денсаулыққа қалай әсер ететіні туралы айтатын боламыз. Корнелл университетінің зерттеушілерінің қорытындысы бойынша әлемдегі өлім-жітімнің 40% ауа, су, топырақ ластануының кесірінен болады екен. Атмосфераға шығарылған улы заттар жыл сайын 3 миллионға жуық адамды өлтіреді. Атмосфералық ауаның ластануынан болатын өлім-жітімнің негізгілері қатерлі ісік, туа біткен патология және адам ағзасының иммундық жүйесі жұмысының бұзылуы. Ауаны ластайтын заттар адамның денсаулығына әртүрлі әсер ете отырып, түрлі ауруларды тудырады. Мысалы, жану өнімдері бар ауамен демалу жүректің ишемиялық ауруын тудыруы мүмкін. Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен автокөліктер ерте өлім қаупін арттыратын қара түтін мен жасыл-сары диоксидін бөліп шығарады. Тіпті атмосферадағы осы заттардың салыстырмалы түрдегі төмен концентрациясы 40 жасқа дейінгі өлімнің 4-тен 22%-на себепші болады. Автомобиль көліктерінің түтінмен, сондай-ақ көмір жағатын кәсіпорындардың шығарылатын ауаға қан ұйғыштығының жоғарылауына және қан айналым жүйесіне тромбтардың пайда болуына әкеп соғатын ұсақ лас бөлшектер таралады. Ластанған ауа қан қысымының жоғарылауының бірден-бір себепшісі. Атмосфераның ластануы қан қысымының деңгейін бақылайтын жүйке жүйесіне әсер етіп, оның өзгеруіне себеп болады. Ірі қалаларда емдеуге жатқызуға тура келіп жататын жағдайлардың шамамен 5% дәл осы ауаның ластануына байланысты орын алады. Ірі кәсіптік қалаларды қалың тұман, тұмша, смог басады. Бұл ауаның өте қатты ластануы, яғни түтін мен газ қалдықтары немесе улы газдар мен жоғары концентрациялы аэрозолдар қоспасы бар қалың тұман. Бұл құбылыс әдетте желсіз тынық ауа райында байқалады. Бұл адам денсаулығына зиян келтіретіндіктен ірі қалалардың күрделі мәселесіне айналған. Әсіресе балалар мен ағзасы әлсіз, жүрек, қан тамыр, сонымен қатар тыныс алу жүйесінің ауруларымен ауыратын қарт адамдар үшін қауіпті. Ол тыныс алудың қиындауына, жүрек жағдайында тіпті оның тоқтауына әсер етуі мүмкін. Шырышты қабықтың қабынуын тудырады. Ауадағы зиянды заттардың жерге жақын шоғырлануы таңертеңгі кезде байқалады, ал күндіз ауаның жоғарғы ағынының әсерінен жоғары қарай көтеріледі. Бронх демікпесі ауаның ластануымен тікелей байланысты. Ауаның ластануы әлемде жыл сайын 7 миллион адамның өліміне себепші. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, бұл жайт Азия мен Африканың ең кедей елдерінде тіркеліп отыр, ал ғаламшарда әр 10 адамның 9-ы лас ауамен тыныс алады екен. Бұл деректерге әлемнің 4,300 қаласы туралы жүрек ауруы, инсульт, өкпенің қатерлі ісігі тәрізді аурулардың 2018 жылдың қазан айында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ауаның ластануы мен денсаулық сақтау жөніндегі алғашқы конференциясын өткізген болатын.